Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіз. Сіздермен Мақпал Бауыржанқызы. Бүгін сіздермен ешқандай қайнатуды қажет етпейтін, оқтаусыз жасалатын өте дәмді әрі оңай шоколадты балды торттың рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға орташа көлемдегі 3 жұмыртқаны жарамыз. Шым-шым тұз қосып араластырамыз. Үстіне құмшекер, сұйық бал және ерітілген сапалы сармай қосып жақсылап араластырамыз. Менде бал қою болғандықтан қысқа толқынды пеште 30 секундқа ерітіп алдым. Егер сізде бал сұйық болса, онда бірден қоса берсеңіз болады. Жақсылап араластырғаннан кейін ыдысымызды бір шетке қоя тұрамыз. Бөлек ыдыста еліктен өткізілген ұнымызға какао және қопсытқыш қосып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды дайын массамызға қосамыз. Араластырған уақытта арасында ешқандай түйіршік болмаған дұрыс, және бізде осындай қоймалжың масса шығу керек. Төртбұрышты формаға пергамент қағазын төсеп, қамырымыздың жартысын саламыз. Және спатуланың көмегімен жақсылап тегістеп шығамыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Корждарымызды тегістеп шыққаннан кейін 180 градуста 10 минут пісіреміз. 10 минуттан артық ұстамаңыз, әйтпесе корждарымыз қатты болып қалады. Піскенін таяқшаның көмегімен тексереміз. Пісіп шыққан корждарымызды таза пергамент қағазына аударып суытамыз. Қалған жартысын дәл осылай пісіріп аламыз. Суыған корждарымыздың шетін тегістеп кесіп шығамыз. Кесіп алған бөліктер тортымызды қаптауға қажет болады. Оларды блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер сізде блендер болмаса, оқтаудың көмегіне жүгінсеңіз болады. Корждарымызды бірде 3 бөлікке бөліп қоямыз. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкеге 100 грамм салқын сгущенка қосып, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Менде планетарлы миксермен крем 2 минутта дайын болды. Егер сізде қол миксері болса, орташа жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін араластырасыз. Подложканың немесе тарелканың астына кішкене ғана крем жағамыз. Үстіне корждарды қойып, 2 ас қасық кремнен салып, спатуланың көмегімен тегістеп шығамыз. Және де барлық 6 корждарымызды дәл осылай жинаймыз. Қалған кремді тортымыздың бетіне және шеттеріне тегістеп жағып шығамыз.
Тортты ұсақтап дайындап қойған корждармен қаптап шығамыз. Осымен тортымыз дайын. Тортты 3-4 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа қалдырсаңыз тіпті керемет болады. Тортты міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын. Егер торт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздерді алда бұдан да басқа дәмді торттармен қуантатын боламын, сондықтан арнама жазылуды ұмытпаңыз.